Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шарлотка деп аталатын пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін алмалы бәлішті сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте қантты аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді ванильді қант саламыз. Сонан соң миксермен 3-4 минут жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнға қопсықышты салып араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң ұнның барлығын саламыз. Силиконды лопаткамен немесе венчикпен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді алманы екіге бөлеміз, жұқалап тураймыз. Сонан соң формаға алманың барлығын саламыз. Формаға пергамент қағазын төсейміз немесе сармай жағамыз. Қамырдың барлығын саламыз. Бетін тегістейміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, қош иісті болып шығатын шарлотка деп аталатын пирогымыз дайын. Мен бұл пирогта алма салынған астыңғы бөлігін оң беті қылып алдым. Бұлай жасау міндетті емес. Толықтай суытамыз. Сонан соң бетіне қант ұнтағын себеміз. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пирогты сізді жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.